Енді арнайы Әлібек ағам үшін келген сіздерге әсем әнін орындайтын Айнұр қыздарыңызды ортаға шақырайын. Құрмет қошемет ұрып қойыңыздар. Айнұр қыздарыңыз сіздер үшін арнайы ән шырқап жатыр ғой. Кейбіреуі отырып алып ойлауы мүмкін. Ой, қазір бір дұрыстап айтатын әнші бар дейсің ба? Жаңа жаздырып алады да айқайлап шығады деп. Сондықтан күдік болмасын деп қайтадан бір жанды дауыста айтқызайықшы осы қыздарыңызға қол соғып қойыңыздаршы. Рахмет. Күдік болмасын деп жатқанымыз ғой. Енді алыстан келген, жақыннан келгенде де бар ау.
сатылмайды дейді ғой ағай, өнер бағаланады дейді. Осындай қыздарыңыздың өнерін бағалап шапалақ ұрып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Енді жаңа сіздердің құрметтеріңізге бір керемет ортада би болды ғой. Байқаймын, ылғи қыздар бір ше. Осы қыздар жаңа бас қосып тек 20 жылдыққа жиналып жатқан сияқты бір ер азаматтарымыздың бәрі далада жүр. Сондықтан бір ер азаматтарымызға бір ойнатқым келіп тұр. Бір әр еркектің арманы бар ғой енді. Ой, баяғы ата бабам 4 қатын алған, 3 қатын алған деп шығады ғой. Қазіргілер армандайды. Ой жетеді, бірақ қол жетпейді. Сол бір қолымды жеткізсем деп ниеттеніп жүрген ағаларымыз бар ма ортамызда? Бір Құдай бұйырып атса бір үшеуін алсам қалай болады екен дейтіндер. Бір өз еркімен келіншектерінен қорықпайтындар. Шығайық ортаға. Ой, братанға. Ағамызға қол соғып қояйық. Келіңіз. Жалпы осы барлық класстастардың ішінде енді неше ер азамат бар аға? Неше баласыздар жалпы? 24-25 бар. 24-25 бір ер азамат бар екен біздің сыныптастарымыздың арасында. Неужели осының арасында бір келіншегінен қорықпайтын тоқал алам мен деп шығатындар жоқ па не? Бәрі қорқама не кәдімгі? Әлеге қалай былай, желание бар ма? Тоқалға акция болып жатыр. Скидка беріп жатыр. Бар ма? Жоқ, ойнау керек емес. Тоқал алуға желание бар ма? Бар. Болса тұр. Тағы кім бар? Ағамызға. Тұршы ағасың ғой братан, е? Настроение жауап келеді ғой. Кредит алуға келеді адам шақтып қойды. Бір тоқал алатын адам деген мәз болып шығады еді. Орында Құдай көк шықты. Сыртқа шығып баратқан жоқ пен әйтеуір. Болды. Тағы кім бар алатын? Көмемізге өйстіп шығып қой. Өйстіп күнде қайтадан кешін әжеге. Бәрі бір тоқал емес, кредит алуға келетін адам жатсыздар. Көкірегін көтеріп бетіп бір шықса бетпейді. Рахмет. Тағы кім бар? Қолға бітті ма алғандары? Сырттағылар кіші келмей жатқанда тоқал алады деп ойлайсыздар ма енді былайша? Бар ма? Өздерінің ниеті болса шығады ғой, нелерің бар? Шықса деп. Алмайым деді ол, желание жоқ дейді. Жоқ па, бітті ма? Жігітті жолдасынан тағы деп өздерінің концертқа кіріп тұрған мен шаруасы жоқ. Нұрлыбек шақырмады ғой, Нұрлыбек келді. Нең бар ол, алмайды адамды. Ал, Азиге, бұйыртып атса, нешеуін алатын ойың бар? Біреу жарайды. Біреу үйдегімен біреу екеу ғой, болса болады. Ал көмек. Алланың береді. Алла береді ғой, өзің тоқтайтын шығарсың. Төртеуден кейін, бесеуден кейін бір тоқтайтын шығарсың. Нешеуінен тоқтайсың? Шүкір біреу. Шүкір біреу үйдегімен екеу болады ғой сонымен, Жоқ, біз тоқал алуға не болып жатыр ғой. Алмайсың ба? Не істеп тұрсың оны? Қол соғып қойып көмемізге. Тоқал алмайтындар, тоқал алатындар ғана тұрамыз мына жерде аға. Жаңа не ғой? Негізі шығып еді ғой ниеттен. Жаңа бүйтіп мынақта сұрақ қойып жатқан кезде телефонын бір қарады да сонымен қойып алмаймын, аламын ғой. Мағылай, тәуекелі. Ал көке нешеу? Ергезек үшеу дейді, үшеу. Ергезек үшеу дейді. Молодец. Үшеуін алам деп жатыр, қол соғып қояйын. Үшеу көке. Құдайға шүкір бар, үшеу бар. Бар, жасырмайды. Бар ма? Сосын тағы керек па, жоқ болды ма, бола ма үшеу? Одан біреу керек. Одан тағы біреу болса, сол төртеу нормально ма? Бесінші сосын айтамыз, төртіншісі көріп өтпірсі, төртеу дейді. Ал Енді мұсылманда төртеу болғыз. Төрт әйел алу керек.
рахмет. Төрт әйел алу керек. Мұсылманда төртеу ғой негізі. Бірақ мен алмай ақ қойсам қалай болады деп айтайын деп тұрған сияқтысыз. Бір досы айтса, бұйыртып жатса аламыз да енді деп айтса бір. Бұйыртып жатса аламыз. Нешеуін? Төртеуін. Молодец. Тойға шақырасың. Енді ер азаматтың ол жерде алып алып жағдайын жасау керек қой бірінші уже. Негізі шариғатқа келгенде сондай Енді жағдай жасалу керек қой енді. Бірақ жаңа апамыз айтты ғой, жұмыс бітпейді, ақша жетпейді деді ғой. Ақша жетпейді, ала емес құдай бұйырса. Бұйырғаны болады. Екеу үйдегі ме үшеу ма? Болады ғой иә. Енді былай. Осы жерде сіздің келіншегіңіз отыр ғой иә, Азеке иә. Сіз ортаға шығыңыз, келіңіз. Сосын екеуін аламын деді ғой енді. Қасына тағы біреуін ертіп шықсаңызшы. Тағы біреуін ертіп шығыңыз қасыңызда. Нормально жаңағы құралай апайымыз сияқты біреуді ертіп шыға. Қалауға тай бермей Рахмет. Сіз төртеуіңіз бұлай тұра тұрыңыздар. Ал 10 бәленің 9-ы тілден дейді ғой енді. Енді бұлай. Азеке кел, бермен қарай кел. Өзің тіліңмен тапты кел, мен сөйлеп шығарған жоқпын сені. Әлің жетсе аласың, алмасаң қоясың деген сияқты. Былай қарай шығып тұрыңыз. Келіңіздер, екеуіңіз. Екі әйел алау деп жатыр еді ғой. Паршасын шығарып жіберіп қолын саусағымен қосып жұлып алмаңыздар. Сізге көмектесейін енді, менде бір Қытай үмітім бар еді енді. Сондықтан мынау болсын, сызық ше? Тез кетіп қайық, жоқ мынау болсын. Көрсейші, әлім келеді шығар ма? Қазіргі бір жеп атқан тамақтың бәрі химия болайша, әлі жоқ ешкімде. Әлім келеді деп тұр. Енді мынау екеуін тартып кетіп атсаңыз, аласыз енді, бұйырса. Үйге барғасын айтасың ғой, дүйім жұрттың алдында айттым енді, тарттым, көрсеттім, алам деп қайбай шығарасың ғой енді. Былай қарай өтіп кетіп атсаңдар енді шанс жоқ енді сізге. Ал сіз тартып кетсеңіздер, осы тоқал деп енді әңгіме айтпайтын болады ғой. Ананың тоқалы бар екен деп те әңгіме айтпайтын болады. Ортасынан болса, ортасынан. Білесіз, қойшы бір Қытай не берсең дес бір мүмкіндік енді. Ортасы дейік бір таланып тұрған балаға мүмкіндік берейік та. Дайынсыз ба? Дайынсыз ба? 1, 2, 3. Рахмет. Айттым ғой, кімде әлі бәрі дейсің бе? Бәрі химия ғой же. Болғанда болмай қалды ғой сол, отыра бер бар, мен тестім еді. Бұлай дегесі ғой, мен қолда ештеңе тұрған жоқ. Кел көке, нешеуің? Үшеуің бе де? Жоқ, үшеуі де ғой. Неміз бар ма осы жерде, жеңгеміз? Келсеңізші ортаға. Сіз тағы бір екеуін ертіп алсын қасына. Тағы бір екеуін қосылып шықсын. Жақын, кәдімгідей күндізгі WhatsApp-та. Бірге өскен бір көшенің тұрғындарымыз, достарым, Манат пен Лаура. Манат пен Лаура шықсын. Саншы ғой, жұттар деген екеуін де қалмай атын. Шамалға берейді да, көкеге Қытай бір. Шамал, бұлай рек ұстаңыз, әрмен рек ұстаңыз. Қытай жіберейік. Дайынбыз ба? Сызық міне. Шұңқықтар. Ана ата-бабам жалған айтпаған ғой, бұлайша. Бұлай қылайшы бір, жеңіл қалатын сияқты да бір қошемер тұрып бір, не болып беріп қойып бұлай. Есіміңіз кім? Асқар деп айқайлайықшы. Айқайлайық та Асқар деп.
міне аға шамалы өйтіп бүйтіп шамалы ойнатыңдаршы бірдеңе деп жатыр енді давай әзірге маңдайыңа көресің енді жылтыраған ал кеттік тағы бір екі үш ана дұрыс болмай қалыпты қайтадан әзірге бұлай ұстап алсайшы мынау қалыңдау жерінен ұстасай қалыңдау жерінен ұста дайынбыз ба бір екі үш кет арқаны тастап кетші сосын қаққа барсаң да ояққа барыңдар арқаны беріп бер қаққа барсаң ояққа бар әзірге давай аманшылық болсын бір тақия болмақ кейінгі жібереді неше бет айгүлде кішкене далам бір неше бет көрді ай бағанағы дух қайда несі болсын шығып көрмесін ана қалыңдау жағынан ұстап шамалы осы жерде бар ма жеңгеміз кетпеді үйде ма басқа любой бір үшеуі шықсын бар ма келіңіз қайда бір төртеу деді ғой енді төртеу келсін ал енді былай айтшы төртеу деп жатсыз ғой енді ше өзіңіз таңдап алыңызшы арасынан бір кіте жіңішке айтсай қолдасам келді алдымен Şimdi yaklayıp. Hani kısmı alıyor. Yürü bakalım. Tur düğün alalım diye kurtulup jür desem mi? Algızbayımız var. Algız var mı? Жерде жатқан бай жоқ. İkat жаңа бір қыздың басына бір 8 қыздың басына бір жігітті керек деп жатыр. Дайынсыз ба? Bir adam dayısın var. Құдай eylesin дейміз. Ал бір екі үш кет. Вообще бір шамалы қанша бір талаптап барып бір кетпейсің бе? Бірде кетіп қалады дедіңізші. Рахмет. Нешемен келіскенде мен төртеу ме еді? Төртеу қоя тоқал басына 5 мыңнан болып жатыр. Келісеміз есіңізге. Келіңіз. Бірінші бір өзін тартып көрші былайша қыстырыңыз. О кезде қыстап көрейік та. Көрейік ше, қыстап көрейік. Жаңа дұрыстап ұстап алайық. Жағын аяқтар түсіп шешіп тасып. Мынау сіз дайынбыз ба? Туфлиң шешіп тастым, жеңіп қаласың. Кубик болмаса қалған шығарамыз қасына үшеуін қосып. Біреу тартып кетіп жатсаң, шамалы. Жеңілдік жасай деп жатқан. Дайынбыз ба? 1, 2, 3. Тартсыз? Мынау сіз қайсысы болғанда өтіп барасың ғой. Рахмет. Әже біреуін зорға тартып жатсың ғой. Шақырайын ба төртеуін? Шақыр дейді, өзің шақырып ал шақыр. Өзім шақырған Айжан, Индира дейді, сосын кім? Айжан дейді, өзің байлап берді айтқан. Келіңіз. Тоқал алатын өзі ғой, өзі таңдап алу орындайды. Çık görüyorsun ki. Бәрібір шанс жоқ қозаған жер burada. Дайынбыз ба? Дайын тұрайын жаңа. Шешін тәпшік берейік ба? Жаңа тәпшікі жаңа күйеу болады кетіп қалды. Ал кет. 1, 2, 3.
шанс жоқ деді. Рахмет. Алып кетсейші деді, байып деді. Неше берді ана? Үшеу ақта, сол үшеуін ала алмай жатыр ғой жұрттар. Екеуін ала алмай, ана қасында азаматтың екеуін ала алмады ғой жаңа, білесің бе? Соның не деген десеңші. Ал үшеуі келсін ал. Келіңіздер. Екеуіңіз де боласыздар ғой негізі. Сіз өзіңіз де боласыз негізі байда. Мейлі көре салайықшы сонда да. Ұят болмасын, бір жағын ұстап алыңыздар. Отырып ұстап алайық. Айтасың ба? Не айтасың білмеймін ғой. Жоқ, мына жерде мана күшке салып тартып жатыр ғой, енді қазір күшке салатын заман емес, бәрі білімнің заманы. Қазір мен тартқан кезде шынымен де еркектің сөзін тыңдайтын әйел болса, арқаңыздың өздері-ақ сүйреледі. Сіз ба, несін, жұбайы? Әй, бұл бені қоймайды ғой. Алып бересің ба? Қалауымыздың аяқ киімін шешіп. Қалауымға барсың дейді. Қалауымға барсың, алау-мынау деп ақыл ұрады. Сол бәрін алып беретін сияқты. Көрейік ал, білімнің заманы көрейік, е? Көрейік. Сүйріп өзін алып кеткен деген. Мына адам тұрғанда уайымдамай қойсайшы. Жіберіп тұра берсеңдер болады ғой саған. Дайынбыз ба? Ona bak. Dayımız bak. Құдай жар болсын, братан. Аманшылық болсын. Бір, екі, үш. Қалсын. Рахмет. Сіз екеуіңіз отыра беріңіздерші ме? Бір өзің тартып қойшы, бұл қызық қауым. Жегіп кетеді, бір өзің тартып алады жақсы ғой. Бір қиналып, бетің қызарып жатсың, аналар деген түсімен тұр ғой бүйтіп. Бәрі шанс беріп тұр ғой. Бір шанстан айырылмады өзі, бірақ рет шанс берген екен, оған да тарта алмады. Бір действительно тартшы көрейік, е? Давай. Ертең айтасың ғой, мен арқан тартысына жеңіп кеткенмін сенен деп. Дайынбыз ба? Бір, екі, үш, кет. Жоқ, тарта деген. Рахмет. Шынымен алғым келе ма? Келсе аға, шынымен алғым келе ма? Иә демеңіз. Енді ол Құдайдан тілесейші, маған несін айтасыз. Кел көкеге. Былайша енді көкемді қарап тұрсам, жаңағы арқан тартыстың күштің адамы емес, бір бидің адамы сияқты, иә? Бидің. Құдайға шүкір, май? Аяғын шештеп билетейін деп отыр екен ғой сіз, иә? Көкеммен бір разна-раз билейтіндер бар ма? Қыздардан. Кім? Балдырған дейді. Рахмет, қандай өлеңге билейміз? Тойдың өлеңдері, текст. Аягөз, көзмоншақ, қызғараушақ, бәрі бір ма? Той болса болды ма? Зарубежнейші? Бола ма? Бәрі бір ма? Разница жоқ деген өлең бар ма? Соны қойып жіберші. Свет.
Рахмет. Отыра бересіз ғой дейді. Жақсы аманшылық болсын. Тағы бар ма? Мына биден кейін бәрінің доқсып қалау дейді. Бар ма шығатындар? Ағалардан да болса болады. Атын кім негізі? Аманғали. Точно Аманғали сәттіңіз. Шамал, жақынақ тұрайық. Жақынақ тұрайық. Шешінішпен қош. Бәрі қалып қоятын жатсың. Есіміңіз? Күлжат, е? Аманғали ағамызға бір қолдау білдіріп қояқшы. Күлжат апайымызға поддержка беріп қояқ, е? Ал кеттік жібер, давай. Рахмет. Осыны шықпай қоймады ма? Қандай өлең қояйық? Қазақша ма? Жоқ, разница совершенно, бірақ нормально. Нормально билейтін өлең қойшы дейді. Әйтпесе мен осып кететін едім деп жатыр. Көрейік ал. Нормально билейтін өлең қойшы. Қазақшадан жіберейік та, ә? Давай, қызлар жаппа бірдеңе қойшы. Кузьмон жаппа. Черемушка. Қандай? Жылтыр көйлек? Бұған разница жоқ, бәрі бар. О, күйім қосып, терме қосып берсең де билеген тұр ғой. Ал кеттік жібер. Кім жеңді? Точно Аманғали жеңді ма? Гүлзат жеңді ма? Ona Gülzat апайымызды алып қалайық. Орнына барып та ішсең болады аға. Қазір тұрыңыз. Аманғали аға мен бағанан бері билеп жатқаннан кейін бір подаркасын беріп жіберейін, ұят болмасын. Аппақ нәскиін қап-қара қылды ол. Ағай жеңшемізден ұят болды. Қап-қара нәски киіп ал жаңа келесіде. Сосын сымел аяқ киім шешіп жүре бер. Келіңіз, жақындаңыз. Гүлзат апайымызбен шығатындар бар ма? Кім шығады? Қаламай. Рахмет. Бір адам билеп жарсайын деп шығып жатсың. Билеп жарсайын деп шығып жатсың. Иә? Былай қарай шығайық. Қаламай ағамызға неге бір шапалақ ұрмаймыз ба? Рахмет. Ау. Тойды өлеңдері, давай, ал кеттік тойды өлеңдері. Шаршама тек шаршама, аяқтарың танысына, жоғының бір бәйге, шаршамай, аяқтарың танысына, жоғының бір бәйге, шаршамай.
келіңіз аға. Неше келі салмақтысың аға? Бірақ келі ма? Енді бір 2 минут бергенде 2 келі тастауға болады дейді. Кім жеңіске жетті? Келіңізші, абай келіңіз. Сіз қай жақтан келдіңіз негізі? Қай қала? Астанадан келдіңіз, иә? Былай қылайық. Бәріміз бір класста оқыдық қой енді, иә? Жаңа сырттан келгендерге ерекше арнайылап тілегін бердік. Анау Астанадан келген ғой, сол алсын, қалабай өзіміз ауылда оған шапалақ ұрмай қояйық деген бір көз бояушылық жаңа сыбайлас жемқорлыққа жол бермейік ағайыншы. Действительно бір ешқандай музыканың көмегінсіз сіздердің қошеметтеріңіз арқылы анықтайықшы жеңімпазды, иә? Қалабай ағамызға үшін күлді бесеу алтау жетеу 8-9 16-15 16-18-19-20-21-22-23. Так, есіміз Гүлзат, иә? Гүлзат апайымызға. Мен жаңа Астанадан келді деп айтпаңдар, бүйтпеңдер дегеннен ешкім шапалақ ұрмай қалды. Көп рахмет, қанша ақшаңыз деген прическамен дұрыстап қойды, қарақпен патшын шығардым ғой. Гүлзат апайымызға қол соғып қойыңыздар. Рахмет, енді Қалекеңмен шығатындар бол ма? Ой, Қалабайда ауылдағы шығар ма өзім дейтіндер жоқ па? Кім? Өз еріктерімен шықсын, кім шықса да өз ерікмен шықсын. Кел аға, шығасың ба кел. Ой, дала келіп ба не? Үлдірме шықпай айтқан шығарсың. Шығасың ба аға, келсің? Ой, көке, молодец. Тоқалағам деп те шығып еткен ниеті дұрыс болмай ма? Қалабай жеңіп қысызаңыз тоқалап берем жаңа. Өйтіп көптеп көмектеп бірдеңе қалып. Жеңу керек па? Білмейм мен өмір бағыма орай ойлайсың. Жақындаңыз ордаға қарай. Еркек пен еркек билегенде ыңғайсыз болса, былай қарап билей берсең ба? Оны мен билей деп атқан жоқ мен, просто жоқ, келсінші анау. Анау бір жаңа әйелдермен билегенде бір тақалып билемей қойшы, өзіңмен өзің билеп атқан сияқты ол билей берсейші бірден. Просто кім жақсы билейді, соны анықтайық деп атырық. Ал кеттік, жібер. Братан, sana şansı koyayım. Yılza, yılmaz bizde istep. Orada yakın çıkarıp sayı. Bratanla görüşmüş. Tam rejime yaradın ya. Ne koyayım? Kim var? Ağabey bir atalandırıp birine verip koymuş, atalandırıp. Tam Morskoy деп айтшы, бір апайға беріп жүрсем Morskoy'a кел. Atalandыру сыйлығы ғой. Ұтып кетіп атсаңыз тағы беремін подарка. Кім бар тағы шығады? Беріп қойсам беріп қойып па? Өзім кім ой? Шығады болса шығады ма өзіне керек қойып? Билейді ма мынау қазір? О, желаниесі жоқ адам билемейді ғой. Білейсің ба брата? Қойшы көрсейші ме? Шыққаннан кейін. Класстастарым бәрі ақым жаным айқайлап отыр ғой, шықсайшы ма?
шығасыз маған контрактор 1 минутта Ахымжанды өтірік қойып алдап соғып отырып жіберейік сосын сіз шығарамын ой кеш ана көлік та бір шыққаннан кейін бір белгі беріп көрейікші Рахымжан деп тағы бір жоғалып Сәрі біліп тоқал алуға шыға салу керек еді десей барады алғай еркектер шығып кетті ғой не біліп отыр десей жаңағыдай бір тақалып беремей қойсайшы аға енді тақалып беремесе қызық емес ол десе ал кеттік дайынбыз ба ал жібер өзің билесейші аға нең бар ол өзің билесей ма тақалмасайшы аға тақалмасайшы оны көріп тұрған жоқсың деп жүрмейді класстастарыңа қарап билемейші ма класстастарыңа қарап биле сен өзің класстастарыңа қарап биле ал кеттік жібер давай рахмет жаңа ағамыз айтып еді жаңа қинап өсірген гүлдің иісі болмайды деп естімейтін сондай болып тұр келіншегі бар ма Рекеңнің осы жерде бар ғой келіншегі мынау бере салады жаңа көрген ғой да бүгін шығасың ба өзің болшы ба еркектерде шаршады Şimdi buradan böyle şuradan böyle uyutup burada yalayıp gibi atıp var. Al, ket yal. Kazakça olsun, Kazakça. Ziver. Ренжіме аға, билесең өзі классасын билеген жатсың ғой? Келіңіз. Көкемде анау-мынаудан қайтпайды ау дейді, былайша. Не болса сол ұра береді сияқты отырсың. Би болса би, күй болса күй дейсің ғой, өлең анау-мынау. Не берейік, дауыс берейік та? Аға, есіміңіз? Құрмет, бір құрмет ағамызды бір құрметтеп қандай дауыс береді екенсіздер аға? 16 адам ба шапалақ бар да көп жаңа WhatsApp-та не қыла бермейсің ау деймін жаза бермейсіңдер чатта белсенді болсаң бәрі шапалақ ұрады да мына жерде ал Қалекең еше есімің абылай беріп жіберейік та әйелі бар ғой не бір еркек сыйламайсыңдар ма орыспен нәрсе алмайсыңдар енді қалабай ағама мынау қымбаттау сыйлықты алып беріп едім аға ауылдасыз ба жалпы ауылдасыз ба басқа жақтасыз ба любой жерде ма любой жерде басқа күресіп кетпесін братан басыңызға киіп алыңыз тағы бірдеңе берейінші бар ма ана мужской бірдеңе ма братан алшы бағана бері еңбек зор ғой тағы бірдеңе бар ма
Әйеліңе апарып берші бұрады. Көп рахмет. Қалабай ағамызға бір қол соғып қояйық. Дәл осындай сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен осы мерекелік кешті ұйымдастырып жүрген қыз жігіттерді ортаға шақырайын, бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Олар келем дегенше қолы бостар шапалақ ұрып, бос еместер алдырып қойсаңыздар болады. Арада 20 жыл өтіпті әнеміне дегенше бүгін бас қосып жатыр, қызықты кештер өтіп жатыр. Барлықтарыңызға алыстан келгендеріңізге көп рахмет. Апайлар, ағайлар, бізге білім нәрімен сөзлатқандарыңызға рахмет. Алла сіздерге ұзақ ғұмыр берсін, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Мынау алтындай ардақты кластастарымызға рахмет. Осындай шараның ұйытқысы болып жатқан. Енді Арманғайда Құралай өзі. Бұны Құралай былайша айтайын еді, ше? Жоқтан бір нәрселер шығарып, сондай нәрселер істеген жақсы көреді өзі. Кешеде барамыз, нәрселерді өзі шығарып, өзі істеп, осылай ма деп, давай келіп береді, оны түсінбей жатыр енді көбісі. Сөйтіп кеше бәрін көріп жатсақ енді біраз нәрсе істеп тастаған екен. Соны арнайға табыстап жіберсін. Сіздер қошеметтеп, осыған бар назар салыңыздар. Ал құрметті ұстаздарым, сыныптастарым, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Барлығыңызға әлемнің барша жақсылығын тілеймін. Осы мерекені ұйымдастыруда оңай болған жоқ, өздеріңіз де білесіздер. Көп рахмет айтам. Әйтеуір қарсы шықтыңыздар, басқа әңгіме айттыңыздар, нервқа тидіңіздер деген сияқты. Бірақ соңында әдемі осындай дүниелер пайда болды. Оның барлығы мынау Әлібекпен екеуміздің ғана Құралай Әлібек деп айтып жатқан кезде ыңғайсызданасың. Екеуміздің ғана жасап жатқан дүниеміз емес қой, сіздердің арқаларыңыз барлығыңыз ауызбіршілік көрсетіп, осы айтқан нәрсемізді істеп, соның арқасында пайда болды осындай дүниелер. Рахмет айтам, көп. Мынау жігіттер жағына рахмет айтам. Келіншектеріне рахмет айтам, қыздарға рахмет айтам, барлығыңызға рахмет айтам. Ұмытып кетіп жатқан жағдайларым болса, енді көңілім ақ сіздерге деген. Ашуланып айттым, үйіме тек қыздарды ғана кіргіземін деп те әңгіме айттым. Сырттан қыздар келді, жаңағыдай маған да сияпаттарымен келді, ол сияпаттарын үйіме әкеліп берді. Енді ресторанға алып келемін деп айтпайды ғой. Сол сияқты оны айтып кетуді жөн көрдім. Рахмет, барлығыңызға рахмет. Жаңағы айтып, елеп жатқан, беріп жатқан сыйларыңызға да рахмет. Бәрі үшін рахмет енді. Мен андай көп тәтті сөздерді айта алмаймын, шыны керек. Бар ма, бар, жоқ па, жоқ, өздеріңіз де білесіздер енді. Сол ақ киеміз дедім, көк киеміз дедім, машинаны маңдайына жазу жапсырамыз дедім, өйтеміз, бүйтеміз, футболка жапсырамыз, не істеймін десем де, бар фантазиямды қолдаған сіздерге мыңда бір рахмет. Нәтижесінде осы керемет кеш шығып жатыр. Мен өзім солай ойлаймын, білмеймін, сіздерге қалай айтып жатсыздар ғой. Бір ерекше бір кеш өтіп жатыр деп ойлаймын. Мен анау 31-нен бастап, Еркебұлан досым үйінде де бүкіл тірлік бітіп жатыр. Еркебұлан, саған да рахмет. Еркебұлан қайда көрмей отырмын. Еркебұлан, рахмет саған да. Мына келіншектер Амантай, Азамат деген Әлбекті айта бермей қойын, белгілі ол. Асылгүл, Жанжагүл, Нұргүл, айта алмай, Ағнұр бар, Ағнұр, Нұрғиса, Жданттан келіп, әсін. Жансаяға рахмет. Жансая деген әсін Алматының базарында жүгіріп жүрді ғой, бүкіл жұмысын тастап, не керек деп. Барынша экономнайыз, барынша ақшамызды жеткіземіз деп осындай дүние шығардық. Рахмет, баршаңызға рахмет айтам. Енді мен бір ерекше болсын деп рамкеге салып әкеле салуға да болады, алғыс хатты басқаша өзім қолымнан келетін нәрсе жасағанмын. Сол номинация жасадым әрқайсыңызға және ұстаздарымызға арнап құттықтау. Енді мына жерде ең бірінші кешірім сұрағым келіп тұр, Тілек ағайдан кешірім сұрағым келіп тұр. Өйткені ең бірінші Тілек ағайдікін жасадым да, ішіне ағай менің бір іс-шарама келген ұстаздар күніне арналған.
ардагерлер күніне, ардагер ұстаздар күніне Айман апай бар ішінде сол суретмен әдемі болып шығарғам ең бірінші телғай шарында. Сосын кеше осы қыздар, жігіттер үйге келе бастаған кезде әрқайсысына көрсетіп жүргем. Міне мен андай жасадым, менің ұстаздарым осындай деп көрсетіп жүргенде үйде қалып қойыпты. Енді ағай ренжімекші, ол ауылдамын ғой, мен арнайы апарып беремін. Телғайға өзім Аманғалиды қасыма ертіп алып, Телғайдың үйіне шақыру билетінде арнайы барайық деп барып, қолына да табыс еттік. Ауылда енді мен ойлаймын, ең бақытты адаммын деп ойлаймын. Өйткені өзімнің алғашқы ұстазыммен әріптес болдым. Қанат ағайыммен әлі күнге Алла жаста, Алла қай жерге дейін бұйырады, сол жерге дейін бірге жүреміз деп ойлаймын. Қанат ағай мені сынып жетекшім, Қанат ағаймен әлі Қанат ағай менің басшым, басымды ием ұстаздарыма. Жанында отырған Лаура апайым әдемі, білесіздер ғой, студент болып келді. Сол күйінше, кеше қыздар айтып жатыр, сол күйінше тұр деп. Ол біздің ағайдың арқасы деп ойлаймын мен. Қанат ағайдың арқасы. Лаура апайымызға қошемет деп қойсаңыздар. Енді үйретіп өмірде тағылым, ұстазда көңілмен сендіңіз. Ұқтырып тіршілік тәлімін жетелеп бұл шаққа келдіңіз. Бастауыш білімнің бұлағы сананы жетілтті, өзгертті. Қойылып алдау өмір сұрағы, онымен қоштасып біз кеттік. Келешек бұл күнді білмесе, онда әр жыл билесін атай кет. Алғашқы ұстазың кім десе, айтамыз, ол біздің Айман апай деп. Сізді осы бүгінгі шәкірттеріңіздің 20 жылдық кешіне келгеніңіз үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Деніңіз сау болып, отбасыңыз аман болып, ортамызда осылай мәңгі мейірімді қалпыңызда жүре беріңіз, апай. Сізге қалған сыйлығымызды табыс етуге рұқсат етіңіздер. Міне мына жерде апайға арналған өлең және келесі бетінде кеше біз Қанат ағаймен апайымызды ортаға алып, классымызға өзіміздің физика кабинетіне барып суретке түскенбіз 20 жылдан кейін. Сол естелік фотоны салдым. Және мына артқы бетінде өздеріңіз білесіздер, мына 4-ші сыныптағы фото болу керек, 4-ші сыныптағы фото. Айман апайымыз бұл жерде. Апай нешедесіз? 35-тесіз ба, 30-дасыз ба? Мына жердегі фото, бұл апайдың пенсияға шыққан кезде осы класстастарымызбен бірге барып, кәдімгі мектеп формасын киіп, сол кезде де мен классымның ұлдарына қатты риза болдым. Ақ-рубашка киіп келесіңдер дедім. Тек ақпен келесіңдер дедім. Базардарына келіншектері білесіңдер ғой, келіншектерге риза болдым. Ақ-рубашка іздеп, күйеулеріне жүгіріп жүріп, кигізіп, сөйтіп формамен мектепке жіберді ғой. Көрініс қойдық сол жерде. Керемет қылып апайымызды пенсияға шығарып салғанбыз. Сол кездегі естелік фото. Рахмет апай, сізге көп. 40 жыл бір әріп үйреткен адамды 40 жыл басыңды иіп ұмытпай жүр дейді ғой. 42 әріпті үйреткен апайымыз бұл кісі. Және 42-ні 40-қа көбейтсеңіздер, ол енді біз өмір бақи Алла берсе, өмір бақи апайымызды сыйлап өтеміз. Өте мейірімді қарапайым апайымыз, өздеріңіз де білесіздер. Айман апай, сізге мың алғыс. Шын жүректен рахметімді айтамын. Мына бүгінгі үлкен кеш әдемі өтіп жатыр. Дендерің сау болсын, қай жетістігіңде осы қалыптарыңнан жазбай, өсіп өніп, бақытты ғұмыр кешіңдер. Дендеріңе саулық тілеймін, бақытты болыңдар балалар. Құтты болсын. Рахмет апай. Кек ағайымыздың сыйлығын апарып береміз. Кек ағай, бір-екі ауыз кегіңіз айтасыз ба? Бар айтасыз деге, бар айтасыз. Подаркасын алып тұрып айтса, көңілден бар. Негізі, ойлайтын мен. Мақсатты айтатын көбіне екекті. Башын масақ жүрген.
мен солар араның мектебінде бұның араның жан ауыл сонда директор тұрған екен бір директорды атамайды екен пластикші болса кейін ойлаймыз сол мен бір пластик болғанымды елі қонағына директор рахмет сіздерге пластик болған жоқ құдай келісін кетпейді дейді жақын ма 82 oldu mu? Ona mağan verdiniz. Sonuna kadar var mı? Onu da mağan verdiniz. İlk sizde ben kabul etmedim. Бәрі де қағай алады. Жақсы сіздер енді ойлап тұрмаған едіңіз ағайлар енді сіздер жастардан келіп қалған еді ұқсат сұрағымыз деген бар оны құрылай біліп жатыр еді жаңағы сіздерге жақсы табыс тілеймін жақсы болсын жақсы болса көңіл күй болсын жаңағы үйлеріңіз көріп арқандарыңызды тоқалаламыз дейді ойым ғой жақсы тамақ жақсы бала екен рахмет айтамыз тағы да жалғастай беріңіздер сіздерге бақыт тілейміз аман есен елдеріңе бар оған бізбен телефон алып хабарласып тұрыңдар аманбыздар анау не бар кешек залына келіп көрсетіп бар көмек жоқ ішінде бәрі бар дейді біз енді ағылдың апасымен бірге жұмыс істеген адамбыз мен қасында өзімен қатарласып бірнеше адам бар бәрі жалғызым жоқ қой бір әркімге әрқалай ғой өмірде Айызыңызды үзбәріңіз енді. енді сендерді ел адамды айтып жатыр бұдан былай бақытты болыңдар бәрі қатарларыңыз сүйемес рахмет айтамыз міне айтады уақыттara келе таяп қалды осымен концертін айтып тамадыр айтып сондай ақ бізде ұстап тұрса солай ма зал күшейіп азында мектепке барады бізде ештеңе жоқ бақытты болыңдар енді басқа дейін жолдарыңыз болсын мейірбек деген ұлыңыз шәкіртіңіз өзіңізге арнайы сыйлығын бар еді табыс етуге рұқсат етіңіз. құрметті ағай екеумізден ешкім жақын емес мен кішкентайым өзім ашып тұрмағаннан осы кісіні көріп келемін мектепте ағайын мектепте тәте деймін әйтеуір әкемнің көзі кешірімдерін айттым ғой жаңа өзім арнайы сыйлық алып келгенмін астанадан өткенде астанадан шығар кезде айтқанмын ағай қандай сыйлық әкеліп берейін дегенде өзің білесің деген енді өзім не білемін мен кішкене білмеймін бұл кісіге қандай нәрсе керек екенін білмеймін ғой сосын ойладым алдында бір арманы қыдырып қайту жаңағы курортқа ма бір жерге санатория ма бір жерге бұл кезде обещать еткенмін енді бүгін өзім арнайы көкшетауға 50 мың теңге арнайы сізге сыйға бердім бурабайдың күшті жерінен самый лучший курортный жер бар ғой судан путевка мұғалімді сыйлайды мәңгі бақи беріп төріп келесі сыйлығымыз Қалампыр апайымызға арналады. Қалампыр апай мына жерде арадағы оқушыларыңызға түскен 7-ші класқа 6-шы сыныпқа сондай фотоңызға естелікке.
тілерім, күнгі кештерінде жақсы ұйымдастырысыңдар, өз мәресіне жиып әрқашанда осындай Қазақстанның әрбір түкпірінде жүрсіңдерде бір-бірлеріңмен байланыстарыңды үзбей, денделерің сау болып, 30 жылда, 40 жылда туған жерлеріңді, өмірсен жерлеріңді, сүйікті мектептеріңді келіп, қуантып осылай жүре берулеріңе тектесін, отбасыларың аман болсын, денделерің сау болсын, денсаулығыңызға бәрі болады, бәріне жеңесіңдер. Алдың шүкірің болсын, аман болыңдар деймін. Рахмет, Ғаламыр апай, аман болыңыз. Қымбат достар, Қазақстан Галина апай енді өздеріңіз білесіздер, шақырып жіберген кезде міндетті түрде ортамызда боламыз деген. Енді кеше жақын айында ауырып бұл кісі енді барынша келуге тырысты, бірақ сәті түспей жатыр. Қазір енді сол барлығымызға тілеген аудио жіберген екен. Рұқсат болса, қосып берейін. Аманшылық берсе, біздер талай кездесеміз. Күндерің құтты болсын, жылдарың жазылмай, әлі де 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық, 60 жылдық осындай мерейтойларында тойлай беріңдер. Мен шын жүректен тілектеспін. Бастарың аман болсын, бауырларың бүтін болсын, денелерің сау болсын. Барлық қуанышты күндерінде жұптарың жазылмай бірге жүруді Алла тағала нәсіп етсін. Мен сендердің барлықтарыңды жақсы көремін. Сендер мектеп бітіргендеріңе қанша жыл болса да, сендер қанша жасқа есейсіңдер де, мен үшін әлі сол бастауыштағы кішкентай кептерімен көз алдында қалған. Сондықтан да сол кішкентай кездерінде қандай сүйікті болсаңдар, менің жүрегімде әлі күнге дейін дәл сондай сүйіктісіңдер. Сендердің естимін, әрқайсының Қазақстанның түкпір-түкпірінде жақсы қызметтеріңді жасап, өздерінің осы еліміздің өркендеуіне, көркеюіне өзгерістеріңді қосып жүргендеріңді неге абырой биігінен түспеңдер. Мен сендерді әрқайсының жақсы жаңалықтарыңды естіп, құрметті біздің төрімізден орын алған ағай апайлар, сіздерді тағы бір көргеніме өте қуаныштымын. Біздің сынып жетекшілеріміз алғашқы ұстазымыз Галина апай, одан кейін Гүлжан апай біздің есімізде мәңгі сақталып қалды. Белгілі бір себептермен келе алмай отыр. Видеозвонокпен звондап хабарласып отырмыз. Тілегін тыңдап жіберейік. Айта беріңіз. Құрметті менің оқушыларым, менің түлектерім, бүгінгі барлықтарына белгіленді сүйіктеден туылды ерекелестермен бірге боламын. Әрқайсысыңды мен үшін өздерінің орындарыңыз бар, ерекше орындарыңыз бар. Менің
мен сіздерді көремін, мен сіздерді сыйлаймын. Сол бірге өткізген қызықты сәттер әрбір егер мен естінде біз бірге талай қиындықтарды бірге жеңе білдік, талай жетістіктерге бірге жеттік. Мен сіздерді барлықтарыңызды қатты көремін, сыйлаймын. Бүгін сіздер әрқайсының бір отбасы иесіздер. Сондықтан да барлықтарың отбасындарыңа аманшылық тілеймін. Балапандары, әлде отырған балапандары, өздерің сияқты азамат барлықтарыңызға мен тек бақыт тілеймін, отбасы бақыт тілеймін. Қуанышты күндерде кездесуге тәттім салсын. Рамзан апай! Көп рахмет апай. Апай, рахмет сізге. Сені сау болсын. Апай, сізді көп күндік 25-30 жылда келіңіз апай. Бұйырса аман болыңыз. Жақсы көреміз! Рахмет көп. Апай, бұйырса сыйлығыңызды Лаурадан беріп жібереміз. Тыңдаңыз апай, саламатсыз ба, амансыз ба? Біз сізді қатты сағынып байқап тұрған шығарсыздар, келе алмай қалдыңыз, өте өкінішті. Ұстаз деген жарық күні қалауны, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың деген өлеңіміз өзіңізге арналады Гүлжан апай. Рахмет апай, сау болыңыз, аман болыңыз. Біздің Гүлжан апайымызға және келе алмай қалған Галина апайымызға сыйлығымыз бар. Оны қыздар алдырған Галина апайға жеткізіп береді, Айгүл мен Лаура Гүлжан апайымызға жеткізіп береді. Керемет. Бәрі ұстаздың арқасы біздің деңгейге жетіп жатқанымыз. Мақтанарым шалжай. Гүлжан апай, мен мектеп директоры болғаннан кейін мен қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмын менің мектебімде. Мен соған қуанамын. Орыс тілі пәнінің мұғалімі болып. Яғни бір күні оның бәрі айтылып жатыр, бірақ ондай бізде дене жоқ. Осы уақытқа дейін ол кісінің менің ұстазым болғанын да білген жоқ. Кеше ғана Балқышбай айтқан есте бар. Сол жағдайды білді, яғни мұғалім екен, бәрі шоуымыз состояние, бірақ өмірде жолымыз болса ұстазымыздың арқасында осындай жақсы деңгейге жете береміз деп ойлаймын. Енді бізде жалпы ағайларда, апайларда айтып жатыр ғой, балдырған ағыласының оң қолысы, әғыласының оң қолы мен болдым қашанда. Одан кейін осы өзіміздің класстастарымыз қашанда бірге жүрдік. Енді қадірлі де құрметті ұстаз Қанат ағай. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай туын адамның алатындығы деп Қайырбек жырлағандай сөзі мажан, үні ән сізге ұстазымыздың бар болған мақтаныш етеміз. Ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы. Ұстаздық ұлылық емес, ұлы қызмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді, болашақты өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтаса сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды сонда ардақтауға тиіспіз. Құрметті Қанат ағай, тағы да 20 жылдан кейін сіздің алдыңызда Айман апай, барлық ұстаздар бас иеміз.
мен қараймын. құрметті түлектер, жаңа тілегі айманға бір жақсы негіздерін білдіріп жатырмын. Армандай жалғасын таба берсін, жақсы көңіл күйде, жақсы ауызбіршілікпен өткізе беріңіздер, дендеріңіз сау болсын. Сіз сияқты тұрған ешнәрсе жоқ, сіздердің көңіл күйіңізде сауықтап жатырмыз. Дендеріңіз сау, отбасыларың аман есен жетіңіздер, алыстан келгендер, елге осы құрдастарыңызға келіп тұрыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Бәріміздің де сыйлық болғасын біздер негізі план, жоспар басқаша еді. Бұл жерде енді бәрін манада айтып жатыр, Құралай қызымыз бәріне ұйымдастырып жатыр. Осының бәрін ұйымдастырып шығарып жатқанда идеяның генераторы десек болады. Құралай қызымызға тағы да рахмет айтамыз. Өткенде бір чатымда айтып едім, қыз тілекші біздер келеміз де кетеміз деп айқайдың ішінде. Сол кездегі осы жалғыз түйіргі үлімізге ортамызда ұлымызды да қызымызды сүйреп басымызды ол он жерден ұйымдастыру дұрыс болмаса ешкім көне қоймайды. Ол кісінің жақсылығын айту керек. Құралай, бүткіл ербіңді тауыстық сенің. Тағы да сенен, кешірім сұраймыз. Жаңа айтып отыр, біздің сыйлығымызды үйге берсе, үйге бергені бөлек, тағы да біздің өзіміздің тағы да ақшалай сыйлығымыз бар. Мына сырттан келген қыздардың атынан Игорьевті восстанавливать етеді. Путевкаға аласың ба, әлде жаңағы Аманғалидың әнелін жүргізесің бе, басқасын 25 мың сыйлық ақшамыз бар. Қыздардың көбісі берген ақшаны қайтып жатыр екен. Құрметті ұстаздарым, сіздерге елдің игілігі, осы жерде айтып жүргім келіп тұр, елдің игілігі үшін жасалған дүние еді деп, мынау Мейірбек пен Нұрғисаның өзіндік үлесі бар екенін айтқым келіп отыр. Айгүл, үлкен рахмет. Және ағай апайларына сыйлық. Ортаға келсеңіздер, суретке түссек. Апайларымызды ортаға алып, есепке суретке түсіп алайық деп жатырмыз. Бірінші сыйлықтармен бірге. Осы кештің бір ерекше заты болады деп есептегенбіз енді Әлібек екеуміз. Енді осыған дейін осы келдіңдер 20 жылдыққа келдіңдер, кеше 31-нен бастап кімнің қандай екен сол кезде барып көрдік. Бірақ оған дейін WhatsApp-пен жүрген жұмыстар бар ма? WhatsApp-пен жүрген, ауылдың ішінде жүрген жұмыстар осы 20 жылдыққа байланысты, немесе мектеп кезіндегі уақыттарға байланысты номинациялар жасағанбыз. Оған ешқандай ренжімейсіздер. Мен кеше келгенде мынадай қызмет көрсеттім ғой деген сияқты да әңгіме болмайды деп ойлаймын. Өйткені бұның бәрін жасауға уақытым болмады. Алдын ала мен жасап қойғам, соны саралап, сараптап, Лаура бақасын, Лаура айтам, мынаған мынадай номинация берсек деп Әлібекке айтам. Әлібек айтады, ренжіп қалмай ма дейді. Енді құрдастық әзілімізді көтеретін шығар бір 20 жылда деп ойладым енді. Енді қазір мен
20 жыл, 20 жазың, 20 көктем, 20 жыл осы шақты жырлап өткен, 20 жыл жатыр сонда бар тағдырым, қасқағым болғандай-ақ сырлап өткен дей отырып, құрметті 54-ші түлек саған ауылға сағыныш атты 20 жылдық кездесу кешіне келгенің үшін алғыс айтамыз. Айналған қуаныш пен шаттыққа, бақыт пен табысқа, шат күлкі мен махаббатқа, мейірім мен қамқорлыққа тосын. Әр сәт саған тек бақыт пен қуаныш сыйласын. Қайда жүрсең де аман бол дей отырып, сені құрдастық әзілмен Ақтөбенің бетке ұстар медигі деген номинациямен марапаттаймыз. Кім деп ойлайсыздар? Жан жаққа кетер 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз содан бері 20 жыл уақыт өткенбіз. Енді келесі номинация базардың экономист бастығы Жансая Баталиева. Алматы базарының бастығы. Келесі үнсіз оқырман ұйымдастырушы бірақ WhatsApp'та үнсіз үні шықпайды. Еркебұлан Сәрсенқұл. Келесі номинация Ақай ауылының директоры. Ақай ауылына кім келмеді? Құлжама Манат. Мүмкін қолы жетер бұндай белестерге. Ақкөңіл құптағыш қыз осы іште бізбен бірге мектеп бітірмесе де не айтсаңдар, я, болды қора деген қыз болды. Оразкулова Гүлзат. Қожабақылы ғарышкер, яғни біздің Қожабақыдан шыққан ғарыш айлағында жұмыс істеп жатқан бір жігітіміз бар. Әжібаев Қанат. Шағын жел білетін құрдасым әрі інім. Есетов Азамат. Қазалы ауданының әкімі бойы ұзын жігіт Таня Таня. Достар жоқ ортамызда сен арамыз Алла сүйіп қалар кінә қағарымыз қатарымыз азар. Өркендеулі құрдастардың күйеу баласы Қадыров Нұрлыбек. Өркендеулі 86-лардың күйеу баласы. Танысқа бейтаныс құрдас күйеу бала. Шынымды айтсам енді мен өзімдікке салып жүріп көбісіңіз танитын шығарсыздар. Жоқ, таныста күйеу Мәди жақсы танимын. Онша тани бермейтін бір заводшы танитын күйеу бала бар осы жерде. Ай болсын, Медетов ай болсын. Енді келесі номинация қонақжай қолбасшы. Өзі әскери адам, үйіне қонаққа шақырған. Ақжай Амантай ұйымдастырушы болды.
хабарларыңыздарша Спартак көтерілісінің қолбасшысы деген номинация. Спартак көтерілісінің қолбасшысы. Көтеріліс деген не үшін бар? Серғали Азамат. Приколға айналып кетті. Жаңағы қырылып жойылып атсақ, Азамат айтады, қалай не? Саған не? Біздің келіншектеріміз бірдеңе ма дейді да. Мен айтамын, менің баламның тойына той жасайын деп жатыр едім де, келіншектер жақтап жатыр. Сол ғой енді құрдастық азда ренжімейсің. Енді келесі номері 25-ші мектептің шеф-повары. Кәрібаева Нұргүл бүкіл оқушыны тамақпен қамтамасыз етіп жүрген. Енді келесі демография жанашыры, ол кісі келе алмай қалды, баласы кішкентай болып. Мәдидің жағы Динара, осы Манат жақсы табады, жүрсің жұмақтады. Келесі сырттай қолдаушымыз бар. Сырттай қолдаушы деген енді бәріне осындай номинация. Қатыса алмаса да жартылай болсын, 3-тен 1 болсын ақшаларын беріп, Ғалатхан Оқтарсын деп қолдаған класстастарымыз белгілі бір себептермен қатыса алмай қалған. Қожабаева Гүлайымға табыстаймыз міндетті түрде. Келесі номинация түн ұйқысын 4 бөлген энциклопедистка Диманна жазуына өзім сөйлей алдым. Ақын қызымыз, Ақынұр. Ақынұр екеуміз хабарласамыз, ұйымдастырушы топ қой бұл кісі де. Айтады, мен түн ұйықтаған жоқпын, құралар, мен де көзім көрмей жатыр. Анаған айтшы, мынаған айтшы, сол жинап жатыр. Соның ішінде де енді әлі кітап шыққаннан кейін реніш болып жатыр. Бірақ Ақынұрдың да айтуының кемісі болған жоқ, мен айтуының да кемісі болған жоқ. Ренжімеңіздер, иә. Келесі кітабына міндетті түрде енді айтса беретін боласыздар. Ата-аналарыңыздың мәліметтерін, басқа мәліметтерді. Енді келесі номинация құрдас келін деген. Құрдасымыз бірақ келін. Мерует, Жайлауова, Мерует. Бұл да сырттай қолдаушы деп қойыппын. Гүлхан келмейм дегенде болып еді, мына жерде ыңғайсыз болып қалды, иә? Гүлхан басқа номинация жасап беріп. Гүлхан қайда? Қуандықова Гүлхан. Келесі номинация құрдас күйеу бала. Құрдас күйеу бала. екеуі танысып, бірге оқыса да бір-бірін танымай сөйтіп үйленіп кеткен адамдар ғой. Өтірік 2 жыл, 3 жыл өтірік. Соны айтқымыз келеді, алыста болып қалды. Келесі, басқараның смотрящая
үнсіз ғана бар. Нұргүл деген ол шеф-повар ғой. Айнаш, Мамырат Айнаш. Бұның бәрі құрдастық әзіл ескерткен болатын, иә, ренжімейсіздер. Сырттай қолдаушы Ситенова Гүлзат Жалағаш қыздарына оңтүстік келе алмай қалды. Енді мен жаңа басында ескерттім, иә, бұған деген үнсіз отыр, бірақ келген кезде активный болып кеткен басқа да номинация лайық болған жандар бар. Бірақ енді мен оны келгендегі өздеріңіз көріп тұрсам, мен уақытым болған жоқ бұндай дүние жоқ. Тек мына суретті қойылған ғана уақытым бол. Үнсіз мұғалима деген беріп қойған ғой сондай номинацияны. Үнсіз мұғалима. Эльвира. Эльвира. Эльвираға рахмет. Бүкіл кәдімгі біз камера жалдаған жоқпыз. Соның барлық жұмысын Эльвира атқарды. Маған телеграмда келіп жатыр, өзім уақыт болғанда таратам. Оқымаған мобилограф бұл қызда бұл жерде жоқ. Үмбетова Тұрсынкүл, сырттай қолдаушы. Біздің осы шақыру билеттерімізді, видеоларымызды бәрін жасап беріп, кішкентай бөпесі болса да, 6 баласы болса да уақытын тапқан қыз. Енді мына оқушы кезден бір есімде қалған нәрсе, Мария Ивановнаның фанаты болатын бізде. Мария Ивановна. Талавай. Андрей Талавай. Негізде білмеймін, Мария Ивановнаны қоймайды, сол есімде қалған. Келесі номинат. Қойды ма? Қойды. Дихан құрдасымыз. Қауынды еңер деген, бірақ қауын істеместі. Мен құрметтің қауынын жегенмін, басқа ұстатпай жүрген адамы көп қой, енді ұялғаннан хабарласасыздар қызығын. Келесі номинация ЗАГСтегі біздің ЗАГСте дейтін әнші қызымыз бар, жұмыс жасайтын. ЗАГСтегі әнші қыз дейді. Асаубаева Мақпал. Келесі Аранды қырдың әкімі, өз әкім сияқты костюм шалбармен жүреді. Әкімдікке кандидат болғанда ұмытпасам, иә? Аранды қырдың тағы бар Нұрғиса. Енді осы келесі номинациямыз ең белсенді ұйымдастырушы. Ең белсенді, бәріне де ақыл айтады. Бүкіл жұмысқа да кірісіп кетеді. Әлібекті қоя тұрмыш? Мейірбек, не ұйымдастырдың Мейірбек? Асылгүл Сметова, Асылгүл. Белсенді ұйымдастырушы. Не айтсам да, давай, істейік дейді. Ана торт жасайын деп жатсам да, оны айтады, оны дәмі, андай болсын, бәрін айтады Асылгүл, ризамын. Келесі, Ақтөбе қаласының әкім, директор, анау мынау емес, ол хаттының бәріне өтіп кеткен, уже әкім болған. Келесі, Ақтөбеден келген қызымыз болғанай біліп қойыңдар, Досқожаева Лаура. Енді бұның бәрі әзіл, иә? Әзіл бір жағадан арман, орындалатын армандар ғой, жақсы сөз. Келесі номинация наны көп сетелік. Наны көп сетелік. Несібет көп, наны көп. Аманғали. Аманғали жарайсың, өте позитивный, күшті адам.
Келесі номинация Ждановтың күйеу баласы. Тапқан адам қойшы. Ждановтың күйеу баласы. Әлібек, айтып кім айтты? Неге Ждановтың күйеу баласы? Индира Жданова қызы Шымкент. Иә, біз Индира деген, Жданов деген ауыл бар екен Шымкентте. Біз бұл Рахошты мазақтамыз. Шымкенттен алдым дейді қызы. Сөйтсе, Ждановтың қызы екен. Ждановтың күйеу баласы. Келесі номинация Астана қаласының мэрі, әкімі, Астана қаласының. Бермек демалады. Астана қаласына сенен де бір Астанада жүрген адамдар бар шығар. Молодец, Бейсбаев, Нұрперзент. Маңдаға сыйлық бердің ба? Маңдаға сыйлық бердің ба? Міне. Расық секетін әкім деген сайын білген істедің ғой. Келесі сырттай қолдаушы бұл Жәрімбеков Орынбек құрдасымыз келе алмай қалды. Толбаев Нұрбол, тоже сырттай қолдаушы. Сырттай қолдаушы Бейсенбаева Нұрзат. Байқоңырдан келген елінші дейді. Байқоңыр мен Қожабақ ортасы елші болып жүрген ғой. Ақшолпан, әрине Ақшолпан. Келесі енді өте қызық болсын. Аттас Заря деп қойған екен. Ағай, Аттас Заряттар не істейді? Аттас Заряттар тибет кім? Әрине Дуга. Дуга жоқ. Жаңағы біз өйдеп қойған себебім жаңағы неден осы ұйымдастыру басталғаннан бері бірдеңе десек жалғыз өзі теріс қарап теуіп отырады ғой. Мынау бізбен аттаспа деп соған қойған ғой, дым таппадым басқа енді. Сол енді ренжімес деп ойлаймын. Бұл миллионер мотиватор. Степ сайт дейтін бір жігіт болып шықты. Өзі миллионер. Мейірбек, Ахметов, Мейірбек. Келесі бір үндемес оқырман бар. Үндемеге, үнін қосқан жоқ, әлі күнге үнін естіген жоқпын. Жоқ, сен сияқты да емес. Сен ғой үйіңе де малды сой жеп, қасымызда жүгір, бәрін ұйымдастырып жүрсің ғой. Ана жерде өтемейсің. Сыртта да үндемейді ол. Аслан, ағам ғой, әзіл ғой, ағатай. Посмотр, жаса. Аяғда класста да үндемейтін, әлі сол екен, өзгермеген. Енді келесі номинация аудандық емхананың бас дәрігері. Қайраласа бас дәрігерге. Келесі кегеннен келген қонақ. Кім деп ойлайсыздар? Кегеннен кім келген деп. Кеген деген білеткенсіздер, Тәжмұратова Клара. Болдау деймі? Келесі номинация Елгезек ұйымдастырушы. Елгезек жүгіріп жүріп қол аяққа тұрбай. Әлібек, әрине. Айдаров, Әлібек. Айдаров Әлібекке мен мынадай сыйлық бергім келіп отыр.
Айда Мәлбеке алтын сағатыма. Сол керемет уақытқа қарап жұмыс істеп жүреді, соның өзінде де бүкіл нәрсеге үлгеріп барған, мен риза болдым Мәлбекке. Сыйлық жасаған кішігірім ғана бала бірге білесіздер ғой, Алтыүйлікте көрші болдық қой. Содан өте ыстық өзіме құрбым. Ешкім жасаған жоқ, бәрі өзім жасадым. Қазір енді порталастарға сыйлық деген нәрсе, порталас деген ұғым тарихтың еншісіне еніп кеткен ұғым. Қазір жаңартылған оқу бағдарламасымен порталас деген ұғым жоқ. Кім қай жерге отырғысы келеді, әрбір сабақта мұғалім келеді да бүкіл баланы топтастырады, жұптастырады, сөйтіп араластырып жібереді. Сонда порталас деген өте ыстық ұғым қазір жоқ. Сол ұғым тарихтың қойнауына кеткен. Сол үшін сондай нәрсе жасайшы, бір-бірімізге қиналдыңыздар, енді оны да түсінемін, мүмкін жаңа уақыттарыңыз болмаған шығар. Енді менің өзім қолымнан кетіп бір ғасыр істеген шығар деп ойлайтын шығарсыздар. Мен енді бүкіл мына қолданыңыздар номинацияда суретпен жасағанмын, қарасаңыздар, сіздерге бір полотенце или орамал бірдеңені или сувенир беріп жіберуге де болады. Ол нәрсе енді әр жерде қалатын нәрсе ғой. Мына сурет деген нәрсені өте, мен Айман апайыма ұқсаған ғой, сурет деген нәрсені өте құрметтеймін. Өзім қазір суретпен айналысам. Сондықтан Амантай порталасыма мынау бұрынғы мектептің 11-ші сыныпта бітірген кездегі фотомыз, мынау 4-ші сыныптағы, мына жерде Айман апайға формамен келген кездеріміз, мына жерде тоже Айман апай, мынау 11-ші сыныпта көк формамен отырған фотоларымыздың бәрін жинақтап, осылай кішкентай ғана сыйлығын табыс еткім келеді. Рахмет, енді барлықтарыңыз номинация алып жатсыздар ғой, әкім деп жатыр, үздік диқаншы деп жатыр, сондай бір биік белестерге жете беріңіздер. Енді мен қолымда жаңа номинацияны өзім беріп тұрғаннан кейін бір ғана номинацияны алып қалдым, ешқандай ештеңе жазылмапты. Құрметті 54-ші түлек, сізді осы 20 жылдық мерекелік кешпен арнайы құттықтаймыз. Бірақ бұл номинацияға бәріміз жабылып бір ауыздан бір ат қояйықшы. Кімге арналады деп ойлайсыздар? Құралай апайымызға арналған номинация. Қандай атау береміз? Байлайықшы, бір 20 теңге дайындап қойшы. 20 теңге ең керемет үздік номинацияның атын айтқан жаңағы жігіттерге, қыздарға береміз. Ең үздік айтқандарға. Ең үздік ұйымдастырушы 2023. Ең үздік ұйымдастырушы 2023 дейді. Қайсысы ұнайды, соны айтасыз, кім ұнайды? Анау подружкамен жаңа бала кезден деген жоқ. Ең креативті, бір күніне ұқсамайтын, тіпті киімі де бөлек, есте қалатындай құрбымыз, креативті құрбымыз Құралай. Креативті құрбымыз Құралай дейді. Меңдейші. Роллық ұйымдастырушы. Айтқанына қайтпай конкурстық ұйымдастырушы. Ат беруге болады дегенсің. Мен де роллық ұйымдастырушы айтқым келген, енді айтқаннан өзгертілетін нағыз ұйымдастырушы педагог. Нағыз ұйымдастырушы педагог бір екі адам айтсын сонымен. Орысқа Құралай деп көріп. Орысқа Құралай дейді, ұрыспай деген, просто ұрсып сөйлей деген өзі. Сөйлеген сондай ол. Мен ең керемет ана деген.
Ең керемет ана номинациясы деп жатыр. Айтып жібер жаңа, қол көтеріп талаптанып атсын. Осы қыз бірдеңе шығарады да отырады деген номинация. Ал Құралай апай, қайсысы анаудан қай сыныптасыңыздың сізге айтқан мына подружканың сөзіне еріп кетпе деп жатсыз ғой. Қанаттың сөзін Қанаттың сөзіне келсем, өйткені бәріміз солай ойлайсыздар. Отырамын да, давай машинаның басына ананы жабыстырайық деймін, бүйтіп картель жасайды деп отырамын да, көк киік, ақ киік деп сендер жаңағы сыныпта парталасқа дегенде біраз идеямды қолдамай қойдым, шынымды айтсам ше, бірақ идея деген қол жатыр. Келесі Құдай қаласа 30 жылдықта сол идеялармен ары қарай жұмыс істейсіздер деп ойлаймыз. Әлібек екеуміз демалысқа кетейін деп жатырмыз. Қанаттың номинациясына. Осы қыз бірдеңе шығарады деген номинациямен Сердалиева Құралай апайымыз марапатталады. Шығармайтын жоқ деп айтады. Осы қыздың шығармайтын жоқ дейді. Мынау сіздің номинацияңызда 2000 теңге қарагер. Айтып қояйын. Өзінің бір жаңа импровизациясымен жеңіп алып жатқан 2000 теңгесі ғой, жаңа қаужат мазасын алмаңдар. Қыздар жігіттер, енді айбеттеңіз ағайдан құдалығымыздағы аяқталған жоқ, алыс берісте ұрылады, олар да керек, бізде атылады, олар неге қарайды, біз оларға қарай атылады. Короче, ат соғылады. Енді мынада қыздар жігіттер, енді қай күні бері ат салысып жатыр, біреуі шекқарын тазалап жатыр, біреуі бір нәрсе бауырсақ болып жатыр, жаңа шақ-шақ дей ма бір нәрсе істеп жатыр. Сол айтып өздерінше бір нәрсе істеп жатыр енді. Десалтауы жиналып жатқан. Сол енді мына қызметтеріне, адал қызметтеріне көп-көп рахмет деп біз келіндеріміз марапаттап жіберсек болады. Қостастар ғой, Өзін әйелі азамалар деген әңгіме болмас енді. Келіндерге не әперсек деп жүретім. Әлібек айтты, как раз келіншегім осындай зат іздеп жүр деп өзінің келіншегін арай тартып кетті. Сосын енді оған салынуға да болмайды ғой. Онда жалғыз сенің әйеліңде болу керек па деп бүкіл әйелге осындай зат әкелдік. Шаштарыңызды жуғаннан кейін қолданасыздар, байлап қоясыздар, су тамбайды, ештеңе тамбайды, кеуіп кетеді азаннан кейін. Яғни аяқтарына орап жүрмеңдер деген ғой, басқа да. Жігіттер кейін тарттап бер жүрген ағайлар деген асыз болды, ойбай, тағына береді, қосынша. Қазір енді күйеу балалар келген ғой бүгін. Күйеу балалар келген ғой. Күйеу балалар келген, күйеу балалар. Жаңа келіп естіп жатыр, бізге де көмектесіп жатыр енді. Айта берейін, кім біледі, ертең көмектесіп жатыр. Астанада майшамын істек деп тұр. Майшамын істек деп тұр. Жау білмейді. Күйеу балаларға ше, майшамын істек деп тұр. Бір-біріне. Кім алмайды мынаны көріп қалсын бұл. Біреу ауырып қалды. Лексустан басайын деп тұр, Лексус. Кімге? Лексус. Бұл Лексустан. Сонау Қызылордадан келген, жоқ, Астанадан келген. Саламат. Саламатқа Лексус өздер. Бұл енді кеше машинаға істеспей жатыр ғой, соны ақшолпан күйіп айтады, ой, өзің машинамды алып келеді деп. Кеше бір сөзді айтып қалды. Бұған да Лексус мінгізейік енді. Хүндай ма, бір нәрсе мәдеші мінгізе берейік. Ола сағындыққа мінгізейік сұрақ. Жигулиді шашайын дейді. Мен де Жигули айтып болса, екеуміз бір-бірін түсінеміз.
Сәкен енді сен де құндаймен деді. Бізбен бірдей бол деді. Келгенге рахмет Сәкен. Сәкенге рахмет. Кешеде мен титан жақты, бас иіпті, айту бірдей бір нәрсе істеп жүрмін. Рахмет келді. Нұркенге мынау новыйдан шыққан, әлі ешкім көрген жоқ қой. Иә, коробка автоматта білмейді екенін. Көресің еді. Нұркен, бұл енді мешітте көп көмектесіп. Қай жерде жүрсең де осы көмектесіп алып. Титанымызды негізі алдырған күйеу екеуі. Енді, мына жерде бізді анда-санда мазақ қылып қоямыз ғой. Асекең жұмыс жаққа келеді, базар жаққа келеді, жұмыстан қашып келе ма білмеймін енді. Сол Асекеңе арнайылап Асекеңе де новыйдан шыққан жаңа машина өткізейін. Асекеңе молодец, Асекең. Я, мына Радияр ғана новый машинаны арт жағында күйіп алар, соқтау керек болады. Келденеген келіндерде ренжімесін күйіп алдарда осы қайтпасын деп жатып қой енді. Азда болса көптей көріңдер, сіздерге берген осы сіз сияпатымыз. Ренжімеңіздер. Сол? Негіз жаңа идеяң бәрі құралайды көп болсын. Ананы айтады, мынаны айтады. Давай айтып жатып қой. Осының бәрі құралайды идеясы енді. Рахмет көп. Көп созбай-ақ қояйық, апай ағайларымыз шаршап отыр екен. Енді бізде бұл кісілердің жасына барғанда рұқсат сұрап сөйтіп жүремін екенбіз. Әлде бізбен қаласыздар ма? Намысқа тырысып. Қалсаңыздаршы, доказа 20 жылда біз кімге кездесе береміз, апай қаласыздар ма? Билейміз, билейміз еді. Қайтпайды. Ғасиетті ғасырмаймыз ба? Қайтпайды. Құралай. Ағайдың немерелері билейміз ағай. Сізбен билейміз деп тұрсашы. Құралай. Ұшқанда әткені немерелері күтті далада. Қайта береді, шекті ұстауымыз, өзімізді елге барамыз ол. Ағай қалмайсың. Күнде үйдің қасыңызды құралай қайда тұрасыз дейін. Ал енді, рахмет мағалдар. Түріңіз көпке жетіп жатыр. Күнеттеріне көп айтпай бағанада. Рахмет күнімізді шағырып, Алла сыйласын. Мен енді айтып жаңа. Айтылдым балдар. Балдар әлі жүріп. Бәдемін Я Құдайым болмасын, әулиелер болмасын, ишаман болмасын, ұсталдан алтын болсын, жүзірің жақын болсын, дастархандар аймақта береке болсын, отбасы ұстарын жағынан болсын, жалғасын таба берсін, аман болса отшылықта да тірі болса, тірі болса соған да қарсайық, қадарға жүрсек деген болмайды. Бақытты болыңыздар, бүгінгі жүзіңден мақтайсың. Болыңыздар, аман болыңыздар, жұртқанда жолдарың болсын, қырғыдан жолдастарың болып, амайсың, ауызша берейік, қатарларды сейірмесін. Жаңа бір мұратты айтқан, одан кейін біз енді ондай ешкімейік. Бақытты болыңыздар. Әр уақытта біздің жолымыз бересің. Аумин, маған беріп жіберіңіз. Рахмет ағай, сізде алтындай уақытыңызды бөліп, осы мерекелік кешке келіп шәкірттеріңізге ақ тілегіңізді, ақ батаңызды беріп жатсыз. Әрдайым жүздеріңіз жарқын болып, отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болып, осы ол қыздарыңыздың жақсы жаңалығын естіп, аман есен жүре беріңіздер. Ағай биология пәнінің мұғалімі болғаны келеді. Менде биология пәніне сабақ берем ағай. Формамызға бірдей, пәніміз де бірдей келеді. Енді сол Астанадан келіп жатқан бір ақшаулықтар, анамыз, апайымыздың да бір ақбатасы болса, ауылмен деп бір қол жайсаңыздар. Әрқашанда дастархандарың кеңдігі жайылсын, бақытты болыңдар, отбасыларың аман болсын, жүздеріңнен күлкі кеппесін деймін. Бақытты болыңдар. Рахмет, енді қазір өзі
таң атса кеш баратын заман болып кетті ғой. Уақыт жоқ, ана істей десең, оған да уақыт жоқ, мына істей десең, оған да уақыт жоқ. Сондықтан осындай уақыттарын қиып сіздерге ақ тілегін арнап, ақ батасын беріп жатқан алтындай ұстаздарымыз әрдайым аман болсын. Осы ұстаздарымыздың ізін жалғап жүрген ұстаз қыз-жігіттер болса, сіздер де шәкірттеріңіздің құрметіне бөленіп жүре беріңіздер. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Құрмет, қошеметпен ұстаздарымызды шығарып салайық, қалғандарымыз ортаға биге шығайық. Өнерге кештеріңіздер бол. Just